Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арныма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын пончик жасаймыз. Бұл видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр басқан лайктарыңыз мені шабыттандырады. Ал оған қажетті заттар: сүт, сары май, ұн, қант, жұмыртқа, дрожж, тұз, Қазақстан шоколады, күнжіт, кокосовая стружка. Достар, біз енді пончигімізді жасауға кірісейік. Бірінші біз сүтімізді құямыз. Сүтіміздің жылы болғаны дұрыс, тіпті ыстықтау болғаны дұрыс. Сол кезде біздің пончигіміз әдемі көтеріледі. Біздің сүтіміз 200 мг, қант 100 грамм, дрожж 1 қасық. Мен 1 қасықты алдын ала өлшеп алдым. Енді сары май, мен сары майды ерітіп алдым. Енді жұмыртқа, енді дәміне қарай тұз. Енді бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді үстінен ұнымызды өткіземіз. Біз ұнымызды алдын ала електен өткізіп алдық. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын. Енді біз оны пищевой пленкамен бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Мен өзім оны 20 градуста духовкаға қойып қоямын. 1-1,5 сағат тұру керек. Енді пончиктарымызды доңғалақтап кесіп аламыз. Мен андай кружкамен кесіп аламын. Енді біз пончиктарымыздың ортасына ойып аламыз. Егер де сіздерде бұндай ойық болмаса, баклажканың крышкасымен істеуге де болады. Енді пончиктарымызды майға пісіріп аламыз. Мінекей достар, біз пончигімізді қызып тұрған майға саламыз. Май орташа отта болу керек. Екінші бетіне аударамыз. Енді осылайша бәрін пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пончигіміз дайын. Енді біз оны шоколадты глазурға батырып аламыз. Енді осылай барлық пончикқа жасап шығамыз. Мінекей достар, біздің пончигіміз дайын. Мен оның бетіне әдемілік үшін бір бетіне күнжіт, бір бетіне кокосовая стружка септім. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы пончик туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.